Қазір туа бітті саңырау балалардың есту қабілетін қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Бұл үшін дүние жүзінде арнайы имплант қолданылуда. Алайда құны 5 миллион теңге болатын операцияға екінің бірінің қолы жете бермейді. Ал денсаулық сақтау министрлігінен бөлінген квоталар емге зәру балалардың бәріне бірдей жете бермейді. Осыны ескерген Алматы қаласының әкімдігі арнасы қайырымдылық қоры мен мемлекеттік жекеменшік әріптестік орнатты. Соның нәтижесінде нөмірі 5 қалалық клиникалық ауруханада 8 балаға есту құрылғысы қойылды. Дәрігерлердің айтуынша есту аппараты баланың сәби кезінде орнатылса, соғұрлым нәтижелі болмақ. Себебі айналасын естіп өскен баланың тілі де ерте шығады. Жоғары технологиялы құрылғы есту қабілеті 4-ші дәрежедегі балаларға қойылады. Құлақтың ұяшығына электрод енгізілген соң арнайы бақылаудан өткізіледі. Құрылғы орнатылғаннан кейін құлақ естімейтін балалар басқа да сау балалар сияқты айналадағы дыбыстарды еститін болады. 3-4 ай ғана бұрын білдік. Қарау керек, врачтарға барып күтір керек енді. Жақсы болады деп ойлаймын, ескидет деп ойлаймын. Арманым сол, қызым естіп сөйлей кетсе деп.